арқылы, ұлттық киімдермен танысу арқылы бүгінгі тапсырмаларды орындаймыз. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы теңдік және теңсіздік. Енді бәрін тақтаға қараңдаршы балалар. Мынау қыздардың ұлттық киімдері. Қыздардың ұлттық киімдерін санайықшы. 1, 2, 3. Екеуі қандай? Көк, біреуі қызыл. Ал енді мына жерді санайықшы. 1, 2, 3. Екеуі қандай? Қызыл. Біреуі көк. Яғни мына жерде қанша ұлттық киім көрдік? 3. Мына жерден қанша ұлттық киім көрдік? 3 тең 3-ке. Қан оқиыншы бәріміз. 3 тең 3-ке. Тамаша. Енді астындағы оқимыз. 2 қосу 1 тең 1 қосу 2. Өте дұрыс балалар. 2 қосу 1 дегеніміз 2 көк көйлек, қосу 1 дегеніміз қызыл көйлек. Енді 1 қосу 2 дегеніміз 1 көк көйлек және 2 қызыл көйлек. Яғни бұдан не шықты? Теңдік шықты. Теңдік пайда болды. Теңдіктің сол жағы мен теңдіктің оң жағындағы сан тең болды. Теңдіктің сол жағындағы өрнек пен теңдіктің оң жағындағы өрнек тең болды. Жақсы. Бұлардың ерлердің ұлттық киімін санайықшы. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Жақсы. Енді үшеуі қандай? Қалғаны қандай? Жақсы. Енді оған 2 қыздардың көк көйлегін және 1 қызыл көйлегін қосамыз. Оқиықшы. 2 қосу 1 Қанша болады? 3 қосу 3 6. Енді мына оқимыз. 3 кем 6-дан. Яғни 3 кем 6-дан бұл балалар теңсіздік. Яғни мына 3 қыздардың киімінен 6 ұлдардың киімі артық болып тұр. Бұл теңсіздік болады. Яғни 3 кем 6-дан бұл теңсіздік. Қазір сендермен теңдікті және теңсіздікті қарастырдық. Салыстыру үшін олардың санды кесіндідегі орындарын салыстыру қажет. Оң жаққа қарай орналасқан сан үлкен болады. Мысалы 0-ден 1 артық, 1-ден 2 артық, жалғастырамыз. 2-ден 3 артық, 3-ден 4 артық, 4-ден 7-ден 8 артық, 8-ден 10 артық. оқимыз. 2 тең 2. Бұл не? Теңдік па, теңсіздік па? Оқа ғой, жақсы. Нұргүл, саған 1 қазақтың ұлттық көйлегі. Қолын шапалақтап қоямыз. Ары қарай кеттік, келесі. Мына жерде қанша ұлдардың киімін көрдіңіз? Ұлттық киім және қыздардың 1 ұлттық киімін қосайықшы. Қалай жасамыз оны? 4 қосу 1. Енді оны үстіндегі киіммен салыстырамыз. 4 қайсысы артық? Сені кім жазады тақтаға? Айбек келе ғой. Айбек, жылдам. Кесте жаза ғой мұнда. 4 қосу 1. Тең ба? Балалар тең бола ма? Енді бер жағына 4. Енді бері қараймыз. Оқулықтағы келесі тапсырманы орындаймыз. Мынау балалар суретте не көріп тұрмыз? Киіз үй. А үйінің алдында неше оқушы? Б үйінің алдында? Енді осы А үйі мен Б үйі туралы тапсырманы орындаймыз. Контактаға кім шығады? Тағы да салыстыру таңбасын қоямыз. Артық кем деген. Келе ғой, Амина. Ана жерде не ал? 2 артық Адан Кем? А 2 қосу 2-ден. Жақсы, отыра ғой. Жақсы, тамаша. Таңбасын қой, салыстыру таңбасын. Оқимыз енді. Жақсы, бір шетіне тұра ғой тақтаны. 4 қосу 1 4 қосу 1 артық
яғни теңсіздік. Өрнектің сол жағы көп болып тұр, артық болып тұр, өрнектің оң жағы кем болып тұр, аз болып тұр, иә? Жақсы отыра ғой. Кім орындайды балалар? Алаңсар келе ғой. Жаза ғой. Жақсы, дұрыс оқи ғой Аңсар. Кем бұдан. Б артық. Жақсы, тамаша. Аңсарға қазақтың ұлттық шапаны. Отыра ғой, қолын шапалақтап қояды. Қалыпқа орнымыздан тұрып, серіктеу жағын жасаулар, кішкене жылдам. Бастаймыз. Бізге қазақтың ұлттық зергерлік бұйымдары келесі тапсырмаға келді. Қазақтың ұлттық зергерлік бұйымдарын біз астындағы өрнектермен қазір сәйкестендіреміз балалар. Мұнда не көріп тұрмыз? Сырғалар, мұнда сырғалар, мұнда білезіктер. Енді осыны қазір тапсырманы орындаймыз. Кәні кім шығады? Сәйкестендіру керек өрнектермен. Ал Тәмегес келе ғой. Тәмегес тағым шығады. Ал Айбек келе ғой. Тағым Нұрзода келе ғой. Бормен алып сәйкестендірелер. Нұрзода келе ғой. Бор алып кел Нұрзода. Оқу жібер. Тәмегес оқу жібер бір жетіне тұр да. Бір. Жақсы, тамаша отыра ғой. Саған бір ұлттық киім жақсы, құтты болсын. Ал Нұрзода оқи ғой. Жақсы, Нұрзода саған да бір жақсы тамаша шапан. Арқарай Айбек. Міне, мұнда Айбек. Оқи ғой. Оқимыз. 5. Тең. Жақсы, тамаша. Жақсы, саған да бір ұлттық киім. Құтты болсын. Балалар, не тағы қалып қалды ма? Ал, кім шығады? Ал, Дәурен келе ғой. Келе ғой, Дәурен. Жылдам. Ал, Дәурен оқи ғой. Тең? Жақсы, тамаша, отыра ғой. Балалар, бері қараймыз. Келесі тапсырмамыз 5-ші тапсырма есеп. Есепке сұрақ қой. Есептің қысқаша жазылуын тап, оны шығар дейді. Бізге балалар есептің шарты сұлбасы беріліп тұр екеуінде. Мерекеге арнап 20 әйелдер, 50 ерден костюмі тігілді. Енді сұлбасына шартын жазамыз. Не деп жазамыз? Мұнда нені сұрайды біріншісінде балалар? Нені сұрап тұр? Нешеуі артық? Қайсысы артық? Нешеуі артық деп тұр. Екіншісінде нені сұрап тұр? Барлығын сұрап тұр, дұрыс айтады. Енді не деп жазамыз? Шартын қалай жазамыз? Ер 50, әйел 20. Нешеуі артық? Маған не деп жазамыз? Ер 50, әйел 20. Барлығы неше? Қанша кім шығады тақтаға? Ал Дона келе ғой, ал Анжу келе ғой, жылдан. Тез орындаймыз. Бәріміз жазамыз балалар. Бәріміз жазамыз. Жақсы, Ұлданамен жақсы орындап жатыр. Тез шешімін орындаймыз. Бәріміз жазамыз балалар, бәріміз жазамыз.
Жақсы, жауабы. Жетпіс киім, жақсы. Ал Ұлдана болды, жақсы. Ұлдана дұрыс па балалар? Тамаша, Ұлдана жақсы. Рахмет саған. Бір шапан киіп қайттың. Інжуіткі де дұрыс екен балалар. Інжу саған да рахмет. Жақсы, отыра қойыңдар. Кәні тапсырманы орындаймыз. Дәптерімізбен жұмыс жасаймыз. Жылдамдатып дәптерімізбен жұмыс жасаймыз. Береміз. Тамаша, өте жақсы жазып жатсыңдар. Келесі тапсырмамыз топтық тапсырма. Біз бүгінгі теңдік теңсіздікті жалпы қалай түсіндік, соны тексеру үшін сендерге қазір мен топтық тапсырма беремін. Бірінші топқа топтасып жиналыңдар. Тапсырманы орындаңдар. Сандардан теңдік теңсіздік құрасыңдар. Екінші топ сандардан теңдік теңсіздік құрыңдар. Үшінші топ сандардан теңдік теңсіздік құрыңдар. Там соқтысаңыз. Желімізді қатты жапсырмаймыз. Чұқағана. Болған топ бар ма балалар? Қатты ашық орындаймыз. Кім шығады? Ал жылдам Сержан, Талант. Ал Айзере келе ғой, жылдан. Ілеміз да оқып береміз. Жақсы. Ал Сержан оқи ғой, бір шетіне тұрып, артып шетін, ашық. 6, 1, 5. Тамаша, теңдік қайсы, теңсіздік қайсы, Сержан? Теңдік қайсы, теңсіздік қайсы? Теңсіздік. 6 тең 6 теңдік, 1 тең 5-тен теңсіздік деп айту керек. Жақсы, отыра қоймайық, Сержан. Саған бір ұлттық шапан. Қазір бір шетіне тұрамыз, оқимыз. 7 тең 8-ден 10 тең 10-нан. Жақсы, 10 тең 10-ға. Теңдік қайсы, теңсіздік қайсы? Теңсіздік, теңдік. Дұрыс, біріншісі теңсіздік, екіншісі теңдік. Жақсы. Үшінші, Айзере оқи ғой. Жақсы. 7 тең 9-тан. 7 Тең? тең 7. Теңсіздік қайсы? Теңсіздікті көрсетші маған. Теңсіздік сол ма? Айзере шатасты балалар. Теңсіздік қайсы? Үстіндегісі теңдік қайсы? Астындағысы жақсы, тамаша Айзере. Жақсы. Енді бәріміз бері қараймыз. Сабағымыздың соңында біз ыстық картоп ойнаймыз. Менің қолымда ыстық картоп бар. Оған жылдам жауап беру керек. Ал Дамир, сен бүгін сабаққа қатыса қоймадың. Тұра қойшы орнынан. Тұршы. Дамирге сұрақ қояйын. 10 қосу 10. 20. Жақсы, тамаша. Жақсы. Тағы да кім қатысқан жоқ ал? Амина. 20 қосу 20. 40. Жақсы, тамаша. Тағы кім қатысқан жоқ болған сабаққа? Бәріміз қатыстық, ал Айша 50 қосу 50. 100, тамаша. 80 азайту 20. 60. 100 азайту 20. 80, тамаша. Ал балалар, бері қараймыз бәріміз. Қазір қай топ қанша ұпай жинаған санайықшы. Бірінші топ 2, 3, 4, 5, 6, 7 ұпай ұмытпаймыз. Екінші топ 4 ұпай ұмытпаймыз. Үшінші топ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ұпай. Бірінші орын алған қай топ? Жақсы қатысқан. Үшінші топ қол шапалақтаймыз. Екінші орын алған. Бірінші топ қол шапалақтаймыз. Рахмет. Үшінші орында екінші топ. Жақсы балалар, рахмет. Ал балалар, сабағымыздың соңында бүгінгі сабағымыз қалай өткен жайлы еркін микрофонмен сабағымызға кері байланыс берейікші. Бүгінгі сабақ қалай өтті, Інжу? Жақсы, тамаша. Кім? Альмира, сен не түсіндің, айта қойшы. Қалай өтті бүгінгі сабақ? Мен бүгін сабақта теңсіздікті жақсы түсіндім. Тамаша. Нұрзада саған сабақ ұнады ма? Иә, күшті ұнады. Қандай ойын ойнадық?